Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жанынан жаңа жоба қолға алынды. Арнайы мониторинг топ құрылып, еліміздің әр аймағында түрлі кездесулер өткізу арқылы жергілікті тұрғындарға мемлекеттік қызметтің сапасы мен мақсаты баяндалуда. Сондай жылы шырайлы жүздесу Қадыр сарайда ұйымдастырылып, оған белгілі кино және театр актері Сердеш Қажымұратов, облыстық қазақ драма театрының директоры Қуаныш Амандықов, айтыскер ақын Талғат Мықи қатысты. Жобаның мақсаты жұмыс сапасын арттырып, халыққа жақындау болып тұр. Сырт көз, сыншы демекші қоғам белсенділерінің көзімен ел ішіндегі жағдайларды зерделеу де ойға алынған. Жыл басында басталған жаңа жоба 2018 жылы екінші айналымға шықты. Топ мүшелері шалғай ауылдарға да іс-сапарға шығып, жергілікті тұрғындармен жүздесті. Ендігі мақсат өңірлердегі танымал тұлғалармен кездесіп, олардың өнердегі жолдарымен танысу. Сондай бір кездесу Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығында ұйымдастырылды. Мемлекеттік қызметшілер мен студент жастар қатыстырылған кездесуде танымал актер Сердеш Қажымұратов, Қадиша Бөкеева атындағы қазақ драма театрының директоры актер Қуаныш Амандықов және айтыскер ақын Талғат Мықи өнер жолдарын баяндап берді. Бұл ағаларымыз, бұл адамдар өнерге қалай келді, олардың қандай қиындықтары болды, ол қиындықты қалай жеңе білді. Яғни осы өзінің пікірлерін осы кездесушілермен бөлісе отырып, әрбір мемлекеттік қызметшінің бойында отаншылдық, рухшылдық деген қалыптастыру табылады. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясындағы өзіңнен баста жаңа жобасы тұрғындардың ыстық ілтипатына бөлене бастады. Агенттік жанынан құрылған бұл бастама Астанада әр бейсенбі сайын өткізіліп келе жатса, өңірімізде де қолдау тауып отыр. Мемлекеттің өзі қызмет жасап жатқан мемлекеттің әдебиетін, мәдениетін, тарихын толыққанды білмейінше, ол мемлекеттік қызметші ол елге толыққанды қызмет жасай алмайды. Кездесуге қатысқан мемлекет қызметшілер мен студент жастар өнер майталмандарының әңгімесіне зор әсер алып, қойылған сауалдарына да тұшымды жауап естіп тарқасты. Лоқпан елеу Рүстем Исжанов, Нұртай Батырғали, Ақ Жайық арнасы.